Саламатсыздар ма балалар? Отырыңдар. Көрдіңіздер? Бүгін балалар. Балалар бүгін байқап отырсыңдар ма? Сабағымызда қонақта отыр, иә? Яғни бүгін сабағымызды біз бар күш-жігерімізді салып, жақсы өткізуге не істейміз балалар? Тырысамыз. Ал енді балалар үйге берілген тапсырмалармен шашайықшы. Үйге берілген тапсырма. Қайген? Үйге берілген тапсырманы ашайық. Кәне, үй тапсырманы әркім өзінің үй тапсырмасын тексерсін. Балалар тақтаға қарап тексереміз. Тексеріп қайын? Бағамызды қоямыз бұны. Үй тапсырмасы бәріңізде бар ғой? Бәріңізде дұрыс шығып бар? Дұрыс шыққан болатын болса, балалар енді бәріміз ручкаларымыз орнына қояды да, балалар. Қазір біз жерге екі топқа бөлеміз балалар. Сары түсті жақсы көретіндер сары түсті, қызыл түсті жақсы көретіндер қызыл түсті алады. Келіп алыңыз. Сары түстегілер бірінші столға, қызыл түстегілер екінші столға отырыңыздар. Тез ауызша саламыз бұлар. Ауызша саламыз. Енді сары түсті балар біріктіреміз балар. Қандай сөз шығады екен? Қайне біріктіріп көріңдерші. Сары түстегілер қара столға, қызыл столға. Не шыққан айтыңдар балар маған? Қай топ бітті? Яғни біздің мұна бірінші тобымыз синустар тобы болады. Алар біз қазір не өтіп жатырмыз? Тақырыбымыздың өзі синустар мен косинустар теоремасы. Соған байланысты екінші тобымыздың аты косинустар тобы болады. Қайне болады? Бәріміз балалар енді сабағымызға жақсы бір көңіл-күй сыйлау үшін барабан әдісін қолданайық балалар. Bir топ басшысы ғана өзінің бізге бір жақсы бір көңіл-күй сыйласын балалар. Қаймен көрейік. Қараймыз балалар. Яғни қуаныш, е бұлар? Қане қайтоп? Қане айтауады. Яғни бірінші топтың топ басшысы Мерей, екінші топтың топ басшысы Талшын. Қатырақ сөйлеміз? Бүгінгі сабақта барлығын қуаныш жүріңдер. Бүгінгі сабақ өте көңілді болсын. Жалпы өмірде де қуанып, шаттанып, күліп ойнап жүре беріңдер. Тамаша, е бұлар? Дұрыс балалар. Олай басы балалар. Дәптерлерін ашыңдар бұлар. Күн жазамыз бұлар. Тақтаға назар аударамыз бұлар. Балалар біз айттық сабақтың басында бәріміз синустар мен косинустар теоремасын өтіп жатырмыз, е бұлар. Яғни бүгінгі біз сабақта бұлар синустар мен косинустар теоремасын қолдана отырып есептер шығарамыз. Яғни сабағымыздың мақсаты, яғни қай теореманы білу бұлар? Синустар теоремасы, қане кім айтады? Қане айта қойшы? Ақырат? Синустар теоремасы. Және? Косинустар. Теоремасын білу, және оны есептер шығаруды қолданамыз. Отыра қойшы. Есептер шығаруды қолданамыз. Балалар, олай болатын болса, осы синустар мен косинустар теоремасын қайталау мақсатында балалар, қазір біз кахот ойынын ойнаймыз балалар. Қане телефондарын дайындаңдар. Қане бәріміз кірдік па? Қазір
кол шығарып алар. Başlarını ballarını tüy buluruz. Azamat Milli'ye girdim. Cihan'a girdim. Ayhan'ım. Bir sokuşu girdim. Ali bir sokuşu girdim yatıp alır. Şurada bırak. Şurada bırak. Burası o. Ciddi olurduk. Genç sokuşlar olur. 8 girdik. Komple olmayı kızlar bize. Alsın bir buldu. Daha bir olsun kızamda. Alsın bir buldu. Alsın bir buldu. Bir de olsun olur. Kim aldı bunu? Ayağım. Ayağım. Aha. Sama yapmışlar. Sanma. Aha. Tamam, vakit geçti. Kırdık. Al derimiz nazar aldıramız taktağa. Bırak bir buralar. Bunu okuşmalı. Kelimet balı. Derimiz bir soğuk yedik. Yen aldığında Dün Muhammed. Ağrıya basarız. Kelimet balı. Bunu okuşmalı soğuk yedik. Medya aldıdan, şahzadlarını boyunca kelesi taraf olur. Legal okşu duruşu okuşturulur. Medya aldıdan. Kaçı olur? Nereye aldıdan? Kelesi taraf olur. 90 gradus var. 90 gradus yok biz. Eğer üç kuruşun, iki kuruşun kosuntusu 90 gradustan kışı olsa, onda üç kuruş yoğal olur değil. Bunu kışın oldu. Bu arada bitti olur. Üçüncü orunda Azamat. Birinci orunda Cihan. Üçüncü orunda, birinci orunda Yaxşı balar, ballarımızı koyarız tamaşa. Aha. Nefti suratlarımızı kaytalayımız ya balar, dursunuz. Dörtüyle suratlarımızı. Balar, енді жақсы balar. Yani kaçayıpken жұмыстасаймыз ya balar, dursunuz tüyden жоқтарымызда. Balar, енді алдарында қарасаңдар balar, алдарында. Кәне алдарың күшін ашып еді. Арсия деген конверті balar. Осыны ашамыздағы, мына немізге болады, яғни үшбұрыш бар, яғни біздің өтіп жатқанымыз үшбұрыш қой болады. Яғни осы ойында өзі үшбұрышқа байланысты құрастырамыз болады. Үшіншісіне шәл, мақтамас болуы.
Бұл жерде олар біз өтіп кеткен синус, косинус, тангенс, котангенстің мәндерін табу керек болады. Яғни олардың мәндерін таба алмай, біз есептерді шығара алмаймыз. Жақсылап қараңдар, конверттің ішіне қалқымасын болады. Оны жақта конверттің ішіне қалқып. Содан. Болған соң белгілеріміз. Яғни бізде қайтып болып, олар көзіністер соңғы, кәне тексереміз ғой. Тексереміз бір шолпенен. Көзіністер толы соғандар. Болдық па? Беріп бермейміз бе? Ал тексеріңдер болар? Таня, бірінші, қойшын тапыру болды. Дұрыс бекен? Тамаша балар. Жақсы балар. Екі топта, яғни бұл берген тапсырмамен дұрыс орындады. Яғни бәріміз синус пен косинустың тангенстің, котангенстің мәндерін жеткіміз. Тамаша балар. Топашыларды белгілерді қойып отырамыз. Балар, енді келесі балар. Екі топқа екі тапсырма беріледі балар. Осы тапсырма арқылы, мына алдарында не тұрмын деп, маркерді қолданып, бірден шығара береміз балар. Сурет қалмаймыз балар, сурет кімді жерде өзі тапсырма. Яғни пиза тапсырмасы балар. Екі топтық, екі түрі. Анда аспет ойшымыз. Я сонда қабыл керек менің елдегі бетімнегі варианттың елдегі. Сонда ес сымына? Есі. Возьмет есі. Бәріміз бүгін сенен болады. Кристин должен. Қаншаны алайымыз? Жоқ, мына жерде біріншіден тоғылмайсың. Қанша аламыз сонда?
Қандайсың ғой, бұрышқа сен. Енді сонда мен тауып алып жүрсеңізге жектік ашып алып енді мына бұрышты аламыз, бұл бұрышта бұрыш есеміз. Енді мына бұрышты аламыз. Енді мына қолымыз, е? Выдам неге қатыныз? Сыға бұрыш. Синусы. Дасында бұрыш болып. Жылдан. Болды ба? Енді тамам сыйдыңыз. Есін табы шешеміз. Маңыз. Болып бағалар? 49 градусның Кәне? Кім неден қорғай қалар? Сонда? Балар екі болды ұзы топ бітті. Болды біттік талшын уақыт бітті. Болды ма? Не шықты? Кәне енді болды. Орта қараймыз, айта ғой. Бұл жерде біз еш көрінген. Үшкішті біз алғысы үшкішті алдық. Және оған Бұрыштыны не деп алдыңдар? бұрыштыны 71 градус. Енді бұрыш деген белгі қайда? Бұрыш белгіні қой сал. Содан. Ары қарай. Бұрыштыны 65 градус. Аха. Бізде бұл жерде бұрыш ВДС-ні табу керек болды да. Біз потом сыбайлас бұрыштармен
справа бұрыштарды пайдаланып 180 градустан 71 градусқа алып Д бұрышын тауып алдық. Ол бізде 109 градус болды. Сосын осы Д плюс үшбұрышынан біз В бұрышын табу керекпіз. И ол жерде үшбұрыштардың бұрыштарының ережесі бойынша 180 градустан 109 градустан 65 градусқа қосып азайтамыз. Яғни үшбұрыштардың ішкі бұрыштардың қосындысы 180 градусқа теңелген байларды ары қарай одан не шықты? 6 градус шықты. Жауабы не болды? Бұрышқа 6 градус. Енді біз синустар теоремасы бойынша ВД қабырғасын тауып алуымыз керек. Ол үшін біз ВД-нің синусқа қатынасы тең болады, д-сінің синусқа қатынасы деп ВД-ні тауып алдық. Ол бізде 862,9 болды. Сонымен биіктік неге тең болды? Биіктік бізде 810,120. Тамаша. Жазып аламыз балар. Екінші топ келіңдер. Кімша? Талшын ба? Айқаным ба? Талшын келі ғой. Қайсын бұл жылдан бақпа олар келі қады. Дәптерімізге жазып аламыз. Бізге де күнізінде берілген уақытта әндер өзгеше болды. Және де бірінші бізге биіктігін, яғни биіктік ол етісі болды. Етісіні тауып алу үшін бізге ең алдымен А бұрышын тауып алу керек болды. Және де С бұрышын тауып алу керек болды. Ол С бұрышын табу үшін бізге А бұрышы керек болды. Және де біз оны 180-нен 49-дан азайту арқылы таптық. Сыбайлас бұрыштардың ережесі бойынша. Және де одан кейін С бұрышын осы А бұрышыменен В бұрышын қосу арқылы 180-нен азайту арқылы С бұрышын таптық. Ол 4 градусқа тең болды. Және де СА бөлінген синус бұрышқа тең болады АБ бөлінген синус бұрышысы деген синустар формуласы арқылы біз СА-ны тауып алдық. СА бізде жуықтап алған кезде 303-ке тең болды. Және де оны етісіні табу үшін біз СА-ны мәнін 49 градусқа, яғни бұрыш Аға бөліктік. Қай бұрышқа? Қай бұрыш? Синус па, косинус па? Синус 49. Сонда не шықты? Жуықтап алған кезде 224. Тамаша. Жазып аламыз ба? Екі топта жақсы жұмыс жасады олар. Яғни бұл екі есептеде біз қай теореманы қолдандық болар? Синустар теоремасы. Қане болғандан бастап көтеріп отырады, көрініс жазатын нәрсе ол жерде. Аяуын синустар теоремасы не дейді? Али, синустар теоремасын айтып олыш? Синустар теоремасы екі қабырғалардың бір-біріне қарсы жатқан үшбұрыштардың қабырғалары оларға қарсы жатқан бұрыштардың синустарына пропорционал. Яғни қабырғасы қарсы жатқан бұрыштың синусына пропорционал болып тұр. Расыл, косинустар теоремасы не дейді? Үшбұрыштың қабырғаларының квадраттарының басқа екі қабырғасының квадраттарының қосындысының осы екі қабырғалар мен олардың арасындағы бұрыштардың косинустарының екі еселенген көбейтісіне
көбейтісінің астына тең болады. Балалар енді қазіргі есебіміз бұл осы косинустар теоремасына байланысты болады. Яғни қазір жұптық тапсырма болады. Яғни екеуіңе бір тапсырма, екеуіңе. Темірлеуіңе, үшеуіңе бір тапсырма болады. Үшеуіңе бір тапсырма. Қане. Екеуіңе бір тапсырма, үшеуіңе бір тапсырма. Үшеуіңе бір тапсырма, жұптық тапсырма. Олар қиын емес, өте? Қай жұп болады? Белгілесеңдер болады. Дәптер көрмейді. Балардың әндерінде 0,1 дәлдікке шейін дөңгелек деу керек. Есептің шартын толық оқимыз. Басыл? Жаңа? Берілген жазамыз, сақтап. Иә? Болады, нотынайыз. Осыны жауапсыз қастырмыз? Қане жолына түсінгенен дұрыс болса, қанша 'Bunu kaydettik mi? Geri ortaklaşalım. İkinci zaten. Söyleyeceğiz sana. Söyleyeceğiz. Hani dur, atacağız alalım. Hani işte. Dur seni de. Atacağız verirsin. İki gün fotoğrafı takımı. Sonra bunu alacağız. Kilisi takip tut, kaç tuttur ola. Yok ne tavuk? Kaçı? Bu kaçtı benim. Yıkı tubras doğru. Ne yapacağız? Hayır, aktaracağız mı gazeteye kurumuz? Nasıl aktarşalım? Kaynak, şayet kurumuzun yaptı. Sen de kurumuz var. Yok, nasıl alacaksın? Kim nasıl? Kim şartını verecek? Aha, ne yapacak? Sen de yok. Her şey gözünün takılmasını dersin. Benim kilise takılmakta cezamız var. Öyle iş takılmamış yönde cezamız var. Valla cevap vermezse hukuk komitesinde bulardı.
Және не берілген айта ғой, есептің шартын. Мынау осындай. Дәптер қосылып. жақын бір күн санға дейін өзгеретін дөңгелектелген бұның мәнін табыңыз. Не берілген? Берілген үшкір табысы, бұрыш бөлчен 60 градус, С бөлчен 10-ға тең, А бөлчен 4-ге тең. Бізбенен табылды. Бұны табу керек. Яғни бұны сендер видеоларында Б деген дұрыстап жүрші, Б деп. Кішкентай бұны сендер видеоларында есептің шарты бойынша болмаса С деп алуға да болады, суретке қарап. Қай теореманы қолданды? Косинустар теоремасының не дейді айтты ғой, косинустар теоремасы? Косинустар үшбұрыштың қабырғаларының квадраты, олардың арасындағы бұрыштардың квадраттардың екі еселенерінің көбейтіндісінің мәні айығына тең. Көбейтіндісінің айығына. Қабырғасы тең болып қалған екі қабырғасының квадраттарына осы қабырғаларының көбейтіндісіне дейсің. Сен жүргенде ол қойың? Екі еселенген көбейтіндісінің айырмасына тең болады екен. Енді есептеп келгенде не шықты? 76 шықты, одан жұлтап алғанда 8,7. Дайындан ба мынау? Жоқ, Жоқтан не қоямыз болады? жоқтаған. Жоқтау. Дұрыстап жазамыз деп бірге отыра бол. Кәне сұрақтарың бар ма балар, матопқа? Кәне қараңдар. Сұрақтарың бар ма? Есеп түсінікті ма? Жаза бермей олар. Талшын болыңдар. Кәне Талшын айта ғой. Бұл жерде берілген үшкір шабысы, ал бұл қабырғасы 2 градус түшпейтін, ал С бұл қабырғасы 6 см, және олардың арасында бұрыш бөлінген. Қатырақ сөйле, Бұл бұрышы берілген, ол 30 градусқа тең, және де ол үшбұрыштың бір қабырғасын табылады. Осы 30 градусқа қарсы жатқан бұрын қабырғасын табу керек. Ол үшін қай теореманы қолданамыз? Косинустар теоремасын қолданған кезде С-ның квадраты тең. Кәне тақта қараймыз, берей, бәріміз айғанын тақта қараймыз. Ашылған екі осы екі қабырғаны және олардың арасында жатқан бұрыштың екі еселенген көбейтіндісіне тең дейді. Дұрыс еді бұлар? Кәне былайға тұрайық. Ары қарай, енді қараңдар бұлар. А-ның орнына 2 квадрат градус 3-ті қойды. Ары қарай, С-ның орнына. Иә, ары қарай. 2 көбейтілген 2 градус 3, және көбейтілген 6 көбейту 2 тең немесе келсеңіз ба? 30 градус 2 тең градус 3. Вот, 2-ден квадрат градус 3. Есептейміз сонда? 2 қысқалады, жарайды. Есептейді. Жылдам. Ал, Нұрасыл, сен сөйлеп бер. Үшбұрыш табу. Біз үшбұрыш табамыз ба? Үшбұрыш берілген емес па бізге? Берілген. Аха. ABC, бұрыш ABC, табу керек, С, бұны. Иә. С-ны табу керек па, сен не таптыңдар? Асыны. Асы қабырғасын табу үшін қай теореманы қолданамыз? Косинустар теоремасын қолданамыз. Иә, сонда не болады екен? АБ, БЦ, квадрат, 2АБ, Иә, көбейтілген косинус 45 градус. Неде бұрыш деген дұрыстап жаз. Бұрыш. Аха, отыра ғой. 45 градус. Сонда неге тең болды? 146 емес па, сен не шықты? 122 шықты, жұқтап алғанда қанша болады екен? Қанша шықты? Жауабына қарсашы, не шықты? 11 шықты, жұқтап алғанда 11. Отыра ғой. Балар, тақтаға назар отырамыз, үшеуміз, бәріміз. Балар, мына 3 тапсырмада да, жұлдыз тапсырмада да біз қай
теореманы қолдандық. Косинустар теоремасы. Яғни косинустар теоремасын қолданып, яғни бұрышқа қарсы жатқан нені таптық? Қабырғаны таптық. Дұрыс балалар. Жақсы балалар. Мінекей. Кім қатеңді түсіндің ғой, иә, жіберген. Мен саған сен жауабын айтқан кезде айтқан мен дұрыс. Ол яғни сен синус 30 қанша градус салып қойғасын? 30 градус салып қойғасын. Шатаспаймыз балалар. Жарайды балалар, жақсы жұмыс жасадық. Енді балалар, бағаларын қойып отырмыз ғой. Балалар, енді шағын тест балалар. 3 тапсырманы қиын емес балалар. Жеке тапсырма балалар. Осы неге орындай береміз? Мынаған. Параққа деп орындай береміз. Осы параққа орындай береміз балалар. Үйрендің саған? Қиын емес балалар. Қайсы дұрыс өтті? Келеміз бе табуға? Боламыз. Бір минут уақыттарын алды болады, тапсырмаға 3 минут уақыт. Ол жерде есептейтін ешнәрсе керек жоқ болады. Тек қана дұрыс формуланы табу керек. Белгілейміз балалар. Бізге нұрасыл сабаққа жақсы қатысып отырып отырсын да бұл болады. Уақыт болды балалар, белгілеңіз. Әркім өз тестін тексермесін балалар. Бір-бірімізге ауыстырамыз. Көршімді тексер әдісін болмай. Бір-бірімізге береміз. Бір-бірімізге береміз. Бір-бірімізге бердік па? Сен мекеме. Ал тексереміз. Дұрыс жауап қағайымыз болар. Әр тапсырмаға бал қоямыз болар. 3 сұраққа қанша бал? Топ басына беріңдер болар. Кәне айтып шығайықшы болар. Кім қанша бал алған түсінбей қалды. Айнаның. Әркім өзінің алсын да енді. Өзің қанша болар? 3 бал. Аяулым. Қанша? 3 бал. Сенікі өзің. Бәріміз дұрыс па? 2 бал. Азамат 2 бал дейді. Мына жерде. Шындап? Әркім өзінікін айтсын да? Сен қайсың? Ал алдыңдар өзіңіздің. Ал айтамыз. Қанша бал? Керемет.
Керемет, тамаша, 3 балл. Керемет. Мына синустар болды. Вообще қатесі шығарған болады. Керемет. Балалар тамаша. Арқандағы бір шетіне қарай қойыңдар. Топбасшылар балаларын есептейміз. Балалар қазір күнделіктерін алып үйге тапқырма белгілеу болады. Бірінші. Үйге тапқырма 253-ші есеп болады. Синустар косинустар теоремасын қайталаймыз балалар. Балалар енді кәне белгілеп болса тәсілігімен дақтарына мына жетістік баспалдары деген әркім өзі қай жерге келдім солған оқимыз бірінші жақсылап оқып алыңдар. Қай сатыға келсе соны боямыз. Түсіндік па? Бірінші осы түсініп алыңдар болады. Бұдан арқылы Адам бойымыз, адамды боямыз, адамды боямыз. Боядық па? Оны аттарыңды жазыңдар да көріп кетіңдер балалар. Аттарыңды жазыңдар, әрбір аттарын жазсын. Атын жазсындағы сол жерін, мен сонымен көремін. Кім қай жерде қиналып жатқанын, кім қай жерде түсінбей жатқанын, бәрі түсінікті болып жатқанын мен білу үшін осы кері байланыс арқылы білемін. Боядық па адамды? Адамды бояп болсақ балалар. Сендердің қолдарының барлықтарына сағат бар, қараңдаршы балалар. Сол сағатта балдар жазылған. Көріп тұрмыз ба? Топ басшысының балына қарап, өзінің топ басшысының балымен, өзінің қоятын балыңды салыстырып, әркім өзіне өзі баға қойсын. Бірінші балдардың салындарда маған көрсетіп қойыңдар, мен көрейін. Қанша қандай бал болған өзің сағатта. Қолға тұрамыз. Сен сағатта көрейін. Тұрамыз. Балдарына байланысты. Тез-тез есептеуге қойын. Алты қойдың көрсетің бе? 9 бол. Маған көрінбей, маған 6 бол. Кәне, өзіне өзі балдарын көрсін. Енді қорытынды болған. Бұл жылдам есептеміз бар. Кәне, балдарын мен көрмей тұрмын. Өзіме қойда қалды. Соңғы тасашы болды. Комес болып отыр. Кәне, сен баланы көрмей тұрмен. Дема? Қанша бал ойдың өзіне? 8 бал ойыпты. Кәне, общий балдарын айтып жіберейік. Жылдам. Ол жылдам. Оқи қоямыз. Дима 13 балл. Дима 13 бал алып та қарай. Диана 16 балл. Алина 14 балл. Катя 15 балл. Насыл 13 балл. Ал енді балдарды неге алындырамыз? Дима мен Насыл 8 балл. Диана мен 9 балл. Алина 8 балл. Кәне, өзден қойған балдарын дұрыс па екен? Дұрыс. Жаңа сен 9 бал қойдың, е? Тамаша. Жақсы. Кәне, бұнда? Балдарды қойдыңдар ғой? Ғалым қызы Аяулым 16 балл, яғни ол 9 балл алыпты. Жаман Құлайған 18 балл, 10 балл алыпты. Серікбай Азаматпен Әскербек Дәурен 16 баллдан 9 балл, және де Бақытжан Талшын 17 балл өзіме. Және ол тоже